Сәлем достар, бүгін біз Қытайдан келген посылкаларға распаковка жасайтын боламыз. Бүгін ашатын барлық тауарымды прямой эфирде отырып заказ берген болатынмын. Мына джинсыйдың качествосы өте керемет, арзан әрі тиімді бағада алдым. Бұндай джинсылар сатылымда 14-15 мыңнан сатылады, ал мен бұны небәрі 1100 теңгеге ғана алдым. Келесі бізде спортивный шалбар, бағасы небәрі 1276 теңге, качествосы енді керемет, айтарға сөз жоқ, күшті болып келді. Ал келесі бізде капроновый водолазка, качествосы күшті, бағасы небәрі 1205 теңге. Келесі бізде тағы да джинсовый шалбар, сапасы деген енді керемет, айтарға сөз жоқ. Бір көргеннен ғашық болдым, тігісі бәрі өте керемет тігілген. Келесі распаковканы қызым Жанерке ашатын болады. Ол өзіне келген посылканы ашып жатыр. Не бар деп ойласаңыздар, ішінде өзіне арналған пижамасы бар. Түнде ұйықтағанда еш жері ашық қалмайды, терлетпейді, жауратпайды. Өте керемет, бағасы небәрі 605 теңгеге алды. Келесі распаковка бұл мен ұлыма арналған. Бұның ішінде кофта бар, бағасы небәрі 520 теңгеге ғана алдық. Бұндай бағаға мен өте төмен сападағы кофта келетін шығар деп ойласам, жоқ, керемет сападағы кофта келіпті. Өзім риза болдым, балама да жарасып кетті.